Ақтөбеде жұмысшы мамандықтарын дамытуға және азаматтарды жұмысқа орналастыруға көмектесуге бағытталған арнайы іс-шаралар жоспары бекітілді. Ол 50 бастамадан тұрады. Жауаптылар жергілікті еңбек нарығындағы сұранысты зерттеп, осындай шешім қабылдады. Осының аясында кәсіптік білім беру жүйесін нығайтып, жоғары білікті мамандарды даярлау көзделген. Әлібек Қазимов колледжде 2-ші курста оқиды. Қазір ол дәнекерлеуші мамандығының қыр-сырын меңгеруде. Қолына дипломын алған соң шетелге барып жұмыс істеу басты арманы. Хочу отучиться здесь, потом. Осыдан кейін жоғары оқу орнына түсемін. Себебі аргон кейін су астында дәнекерлеу технологиясын меңгеру менің басты арманым. Әрине, бұл оңай жұмыс емес, бірақ ынта болса, барлығын үйренуге болады. Сосын Норвегияға барсам деген жоспарым бар. Әлібек көп балалы отбасында дүниеге келген. Үйдің екіншісі, әке жолын қуып, осы саланы таңдаған. Негізі мен өзім газоэлектросварщик. Сосын мен жұмыстан келгенде айтамын, ананы істедім, былай істедім деп, соны қызығып, ұлым профессияны таңдап алды. Газоэлектросварщик мамандық өте жақсы мамандық. Өте мен өзіме ұнайды. 80 жылға жуық тарихы бар Ақтөбедегі жұмысшы мамандықтарын даярлайтын колледжде қазір 600-ден астам студент тегін оқиды. Олардың барлығы дуалды білім беру жүйесі аясында алған білімін тәжірибеде ұштастырады. Ал биылдан бастап жастар үшін жаңа мүмкіндіктер ашылмақ. Қыркүйек айынан бастап сол лифт шаруашылығы және эскалатор мамандығын ашып, қазіргі таңда шеберханамыз дайын. Жаңағы айтқан макетті алып қойдық, ремонт жасап қойдық. Сол енді бұйыртса балдарды, талапкерлерді қабылдаймыз. 1 жыл 10 айға. Жұмысшы мамандықтары жылына орай биыл өңірде арнайы жоспар бекітілді. Осының аясында колледждерде саябақ шаруашылығын басқару, қонақ үй бизнесі, қоғамдық тамақтану секілді жаңа мамандықтарды ашу көзделіп отыр. Самат Қайырденұлы, Елмира Ержанова, Азамат Күбеген, Ақтөбе, 7-ші арна.